Аминь. Ал бір-бірімізге Құдайдың сөзін жариялайық. Көктің батыларына молынан ие бол. Көктің батыларына молынан ие бол. Құдай сені жарылқасын. Құдай сені жарылқасын. Аминь. Құдай сені жарылқасын. Біз Құдайдың сөзіне назар аударатын боламыз. Біз бүгін 67-ші жырды 20-ші аятты оқитын болайық. 20-21. Әрдайым иеміз мадақталсын, құтқарушы Құдайымыз даңқталсын. Жүгімізді көтеріп жүр ол күн сайын. Құдайдың өзі бізді аман сақтайтын. Құдайымыз бізді қорғап қолдайды. Жаратушы Тәңірие ажалдан сақтайды. Аминь. Мен ойлаймын, әрқайсыңыздың осындай еске сақтайтын жағдайлар бар. Оларды ойлағанда сізге әрине жылы сезімдер келеді. Сол арқылы сіз қасыңыздағы осы жақын адамдарды еске алып, шынымен осы жағдайлар сіздің өміріңізге осындай керемет әсер етті. Және өміріңізге принцип алуға, осындай дұрыс ережелерді алуға себеп еткен жағдайлар да бар. Менің де өмірімде осындай бір жағдай еске келеді. Менің папам мені осы малтауға үйреткен кез. Сонда ол мені алды да осылай суға кірді. Сонда сол жер біздің үйіміздің алдында көл. Сонда соған барғанда су былай, менің әкеме мойнына дейін. Бірақ мен әрине кішкентаймын, сонда қалай айтсам екен, мен үшін терең. Сонда мен қорқам. Әкемді осылай құшақтап алып, қорқып жатырмын, осы қазір батып кетем. Сонда мен айқайлаймын, о, папа, болды, қорқам. Бірақ әкем осылай қорқпа. Оның сөзі осылай, қорқпа. Мен сені ұстап тұрмын, жібермеймін. Сонда осы сөз жиі ол айта берді. Сонда бірақ осын еске алғанда көп уақыт мен осылай прям оның үстінде отырып, прям оны жібермей, сондықтан прям айқайлап жатырмын, қорқып жатырмын. Сонда бәрібір ол маған, мен сені ұстап тұрмын, қорқпа, мен сені ұстап тұрмын, қорқпа, мен сені ұстап тұрмын, қорқпа. Сонда бірақ бәрібір осы бірден қорқыныш кетпейді екен. Сонда бәрібір әкем сол кезде қорқпа, мен сені ұстап тұрмын, мен сенімен біргемін, қорқпа, ұстап тұрмын сені. Сонда бір қызығы, бір уақытта сен оны жібересің. Сонда бір кезде сен осындай жүзе бастайсың, оның қолында әрине. Мынау жай ғана бір осындай жүзу сабағы емес, ол шынымен сенім асыратын процесс. Мен ойлаймын, сіз барлығыңызда осындай жағдай болған сияқты. Кім осындай, кімді үйретті, дәл осындай процесспен үйреткен болған деп ойлаймын. Сонда сіз біріншіден осы қорқасыз, бірақ сізге айтады, қорқпа, мен сені ұстап тұрмын, қорқпа, мен сені жібермеймін. Сонда осы сөздерді көп естігенде, сонда сенің қолыңды босатасың, сонда сол адамның қолына жатасың и малтай бастайсың. Сонда бір уақытта сен уже қорқпай, керісінше уже жүзіп, күліп, осындай қуанып,
осы жағдай мүлдем басқа осы жағдайға айналады. Былай қарағанда сен сол судасың, әлі де сол тереңдік бар, сол барлық осындай жағдай, бірақ қызығы мүлдем сол бір орында болсаң да, сол жағдай мүлдем саған басқа әсер етіп жатыр, сен басқа көңілдесің. Сонда бұл процесс ол шынымен сенім арту процесі. Біз осы жайлы біз бүгін терең ойланатын болайық. Өйткені жай ғана сенім келмейді. Жайдан жай сенім келмейді. Сол кітапта жазылып тұр. Сенім естуден. Әрине, Құдайға сенім, ол Құдайдың сөзін естігенде ғана, сонда біздің жүрегімізге келеді. Сонда әрқашан осындай Құдайдың сөзі есту соншама маңызды. Өйткені ол біздің өмірімізге әсер етеді. Сонда осылай жайдан жай осы Құдайға сенім арту келмейді. Сонда ең маңызды осы үлгі арқылы мен айтқым келеді, Құдайдың сөзін есту. Құдайдың сөзін есту, басқа сөзбен айтқанда, Құдайдың уәделерін есту. Құдай бізге айтады, сонда осы сөзді ол айтқанда, сол жерде әрине шарттар бар. Бірақ сол шарттардың ішінде оның уәде сөздері тұр. Мен сені құтқарамын, мен сені ұстаймын, мен сенімен бірге боламын, қорықпа, маған сенімді арт. Сонда біз осы сөздерді жүрегімізге қабылдағанда, сонда біз Құдайға сенім арта бастаймыз. Осы бүгінгі сөзді оқығанда, әрдайым еміз мадақталсын. Құтқарушы Құдайымыз даңқталсын. Жүгімізді көтеріп жүр, ол күн сайын Құдайым өзі біздің аман сақтайтын. Амин. Сонда осында біз бірінші сабақ осындай, біз әр жағдайда осы Құдайдың сөздерін алып сенуге үйренеміз. Сонда біздің Құдайымыз құтқарушы, біздің Құдайымыз құдіретті. Ол мәңгі бар Құдай. Ол барлық жерде. Осы Құдай жайлы айтқанда, барлық адамдар осы шындықтарға сенеді деп ойлаймыз. Барлық айтады, Құдай ол құдіретті. Құдай ол әр жерде. Құдай ол рух. Құдайға барлығы да мүмкін. Бірақ адамдар осы шындықтарды білсе де, осы Құдайға сүйінбейді. Бұлай айтқанда, өмірде Құдайға сенбейді. Өйткені жай білім ретінде біледі, бірақ өмірде осыған сүйінбейді. Сонда адам осы әлемде өмір сүргендіктен әрине уайыммен өмір сүреді, әрине қорқынышпен өмір сүреді, әрине осы болашақ қандай болатын осы көп ойланып қиналады. Өйткені қалай болады? Қазір осы қарағанда әлемде міне қазір біз көріп жатырмыз, Иранда осы шығыста соғыс болып жатыр, қалай болады екен? Сонда әр адам осы әлемде осындай қиындықпен өмір сүріп жатқанын білеміз. Және әр адам осы өз қиыншылықтарын шешуге тырысады, соған күш салады. Ол осы сол жағдайдың мәселелерін шешкенде, ол өз-өзін әрине шығаруға, сол табысқа жетуге, басқаша сол жағдайдан құтқарылуға, сол жағдайдан пайда көруге тырысады. Біз барлығымыз білеміз, Құдай адамды жаратты. Сонда адамды Құдай өз сөзімен жаратты. Оның мағынасы біз түсінуіміз қажет. Адамды сөзбен жаратты деген сөз, ол адам тек
осы Құдайдың сөзімен жүргенде ғана бақытты бола алады. Ол солай жаратылған. Құдаймен болғанда ғана ол бақытты болады. Сонда біз барлығымыз білеміз, адам күнә жасады, Құдайдан алыстап кетті. Және бүкіл қазір оның өміріндегі мәселелері осы күнәға бола. Барлық осы қиындықтар, барлық осы ішкі уайымдар, қорқыныштар, осы өлімнен қорқыныш, болашаққа қорқыныш, әртүрлі осы әрине мәселелер, осы барлығы күнәнің кесірінен адамға келді. Сонда адам соны түсінбейді. Осы күнәға бола, оның қиыншылықтарын ол соны байқамайды да, көрмейді де. Сонда ол осы мәселелерде өмір сүре береді. Ол күнәнің мәселесін шешуге тырыспай, жай өмірдің жағдайын жаңартуға, жақсаруға тырысады. Осы қалай қорқыныш болса, соны шешуге, осы баланың мәселесі болса, соны шешуге бүкіл күшін жұмсайды. Әрине, сол кезде шаршайды, сол кезде қиналады, сол кезде уайымдайды, және әрине бір күні осы ауырады және өледі. Өйткені осы жағдайлар олар тыныштық бермейді, және керісінше одан да жағдайдан мәселеден мәселе, қорқыныштан қорқыныш, уайымнан уайым. Адам осындай жалпы ол өмір сүреді. Сонда адам әрқашан осындай бір күресуде, жағдайды шешуге. Әрине ол жағдаймен кездеседі, әрине ол адамдармен де күресетін жағдайлар бар, әрине өзімен де күресетін жағдайлар бар. Өйткені өзі де қиналады, өзін осындай тыныштық табуға тырысады, бірақ ол өзі түсінбейді. Ол осы жағдайда күнәнің кесірінен және күнәнің жағдайын шешсе, осы жағдай шешіледі. Бірақ соны түсінбейді. Сондықтан арда осылай қиналып жүріп, тыныштық табуға, табыс табуға, бақытты болуға ол бүкіл күшін жұмсайды. Осы әлемде әртүрлі осы әрине философиялар бар. Философиялар болғанда білім деуге болады, әртүрлі осындай ағымдар, үйрететін нәрселер. Сонда адамдар соны естиді. Осы философия үйреткенде адам осы арқылы бақытты бола алады деген негізінде осындай іліммен беріледі. Адам соны қолданады, алады, тырысады, жасайды, және осы бақытты болмаған соң тағы да басқа жағдай осындай жолдарды іздеп, ол осылай тырыса береді. Өйткені ол бақытты болғысы келеді, тыныштық тапқысы келеді. Өзінің мұқтаждықтарды осындай толтыратын жолды ол іздеп өмір сүруде. Әрине, әр адамға осы табу, осы маңызды деп санайды да, сондықтан ол бүкіл күшін соған жұмсайды. Кейбірде әрине осы даже осындай бағдарламалар, осындай жарнамалар, осыған сен ақша салсаң, сонда бақытты боласың. Осы барлығы осындай бір қалай оймен сен машине алсаң, сен бақытты боласың. Сол жерде осындай бәрі күліп, осындай жымиып, осындай суреттерді қояды. Адам соған тырысып, және осы әлем беретін жолдармен ол жүреді. Бірақ бақытты болмайды. Неге? Өйткені ол Құдаймен болуға жаратылған. Құдайдың сөзімен жүруге жаратылған. Сонда ол өзі осы жағдайды түсінбейді, және осы Құдайға келмейді, және осы шешу жолды қабылдамайды. Бірақ осы күнәнің жолын шешетін тек бір жол ғана бар. Ол Иса. Исаны жүрекке қабылдау. Әрине, кітапта былай жазылған. Елшілердің істері 4-ші тарау 12-ші аят. Исадан басқа
ешкім де бізді Құдайдың қаһарынан құтқара алмайды. Аспан астында бізді құтқаратын басқа ешкімнің есімі адамдарға бұйырылмаған. Тек Иса ғана. Осы құтқаратын тек Иса ғана. Мәселелерден шығатын тек Иса ғана. Тыныштық беретін тек Иса ғана. Шынымен өмір тек Құдайда ғана. Осы күнәнің мәселесін шешетін тек Иса ғана. Осы ізгі хабар дегенде тек Иса ғана біздің күнәміз үшін айқышта өлді. Тек ол ғана Құдайдың заңын орындаған. Құдайдың заңы айтады, өмір үшін өмір, біздің өмір үшін ол өз өмірін қиды. Сонда ол бүкіл Құдайдың заңын орында біз үшін. Енді біз оны қабылдағанда, біз осы Құдайдың мейірімін, Құдайдың тыныштығын, Құдайдың бізге баталарын қабылдай аламыз. Осындай ізгі хабар. Осындай ізгі хабар бар, осы Құдайдың сөзі бар. Адамдар соны естуге мүмкіндігі бар. Осы кітап жазылған, шығарылған. Енді адам осын жай ғана, мен білем, осында қалмай, сол Құдайдың сөзін естіп, соны өмірге қолданса, сонда адам бақытты болады. Амин. Сонда білесіз ба, осы мен айтатын әртүрлі философия бар болса да, адам соны іздегенде ол батыл болу керек. Осы философия қазір жұмыс істемесе, оны қойып болды. Одан әсер де жоқ, нәтижесі дұрыс келмейді. Сонда оны қойып, ол енді тағы да ол іздейді әрине. Бірақ осы Құдайдың сөзін ол естіп алса екен, пайдаланса екен, көрсе екен, жай осы шынымен тексеріп, ол шынымен жұмыс істей ма? Осы жолмен мен жүрсем, ол шынымен бақыт әкелетін жол ма? Тыныштық беретін жол ма? Осылай Құдайдың жолына келіп, сол Құдайдың сөзін алып, Құдайдың сөзіне сай осылай қадам жасаса, міндетті түрде ол тыныштық табатын болады. Өйткені ол шындық, өйткені ол Құдайдың сөзі. Сонда ол шынымен бақытты болады. Амин. Білесіз ба, осы біз жарнама көргенде, мен бір жарнаманы айтайын. Мен ойлаймын, сіз барлығын соны көрдіңіз. Менің балам осы ақ футболканы прям жақсы көреді. Бірақ осы шиенің қалай шырыны төгіліп қалды. Сонда мен қаншама осы футболканы жүрдім, әртүрлі порошокты қолдандым, бірақ осы кетпеді. Сонда Ариэль бір рет жудым, аппақ. Қазір менің балам бақытты. Мен ойлаймын, сіз осындай жарнаманы көрдіңіз. Бірақ осы жарнама не дейді? Мен сияқты істеп көр. Осыны айтады. Істеп көр. Сонда сен осын істесең, сонда нәтижесіне қарап, сен осы порошокты ал деген сөз. Өйткені менің өзімнің тәжірибем бар. Мен қаншама қиналдым, қаншама жүрдім, осылай қаншама жүрдім. Осының көп деген порошоктар бар. Көп, әрине жарнамада айтпайды. Анау осы этикет бар. Маркетингде этикет бар. Бірақ ол анық айтады. Ариэль. Сонда істеп көр. Мен де бүгін осыны айтқым келеді. Осы Құдайдың сөзі бар. Істеп көр. Істеп көр. Біз адамдарға ұсыну керек. Осы істеп көр. Сонда өзің көресің, өзің тәжірибе аласың, көзің жетеді. Қазір сенің мәселең осы Құдайдың сөзін істеп көр. Сонда сенің жағдайың шешілетін болады.
сонда сен осы шынымен қазір әртүрлі жолдармен жүрсің, бірақ бір ғана жол бар, ол Құдайдың сөзімен құрылған жол. Сонда сен осы Құдайдың сөзімен жүрсең, сонда сенің өмірің өзгереді. Әрине, сен Исаны қабылдасаң, жүрегіңе қабылдап, сен құтқарыласың. Сенің күнәларың кешіріледі. Сонда осы сенің күнәнің мәселесі шешіледі. Білесіз ба, адам былай суға батқанда ғана, сол кезде ғана ол айқайлайды. Ол сол кезде ғана түсінеді, маған құтқарушы керек. Осы жағдай басынан өткенде ғана адам, қазір мен өзімнің күшім жетпей жатыр. Сондықтан маған қазір көмек керек. Және адам түсінгенде осы күнәнің мәселесімен ол еш нәрсені шеше алмайды. Осы өз мәселелерін өзі шеше алмайды. Тыныштық кейбірде келеді, кетеді, қуаныш келеді, кетеді. Адам осылай бақытты болуды аңсайды, береке үйде болсын, сонында аңсайды. Бірақ та бәрібір өзінің күшіне сеніп, ол осы таба алмайды және өмірге келмейді. Сонда Құдайдың сөзі айтады. Матай жазып жатыр 11-ші тарауда 28-ші аятта. Қиналып қатты шаршап шалдыққандар, еңселерінің тым ауыр жүк басқандар, менің қасыма келіңдер. Бәрін жандарымда мен рахатқа бөлеймін. Осы келіңдер. Осында Құдайдың уәдесі бар. Құдайдың уәдесі бар. Келіңдер, мен жандарыңды рахатқа бөлеймін. Осында Құдайдың уәдесі тұр. Және осы Құдайдың уәдесі бар болғандықтан, осын істеп көр. Кім осыған жауапты болу керек? Шынымен адамға осы баталар келуге. Құдай өзі, ол айтып жатыр, кел маған, кел маған, кел маған. Құдай адамзат оның сөзін естуді қалайды. Оның уәделерін. Өйткені ол естігенде, ол осы сөзді алғанда, сонда ол түсінеді өмір деген не, тыныштық деген не. Сонда ол әрдайым, әрқашан енді Құдаймен өмір сүре бастайды. Бір қадам жасаса, нәтижесін көрсе, ол екінші қадамын бастайды. Тағы да Құдайға сенімін артады. Құдайдың уәдесіне ол тағы да сенім артатын болады. Амин. Мен осы столды осында әкелген себебім, өйткені адам осы оған стол бергенде, әрине біз қазір білеміз, олар жақсы жасалынады, сразу отыра қаламыз. Бірақ бұрын солай болмады. Адам отырады, аздап отырады. Бәрібір отырғанда аздап тексереді. Нормально ма? Нормально ма? Содан кейін тағы да нормально отырады. Содан кейін тағы да осындай. И бір заманда уже осы стөлге сеніп, нормально отырады. Дәл бірдей біз осы Құдайдың сөзін естігенде, тексеріп көр, отыр. Бірақ тағы да Құдайдың сөзіне біз қадам басқанда, біз байқаймыз, біздің өміріміз өзгереді. Біздің өмірімізге Құдайдың баталары келеді. Шынымен тыныш отырасың. Сонда, Құдайдың әр айтқан сөзіне сенуге болады деген сенім келеді. Осы қазір мен әкемен болған жағдайды үлгі ретінде айттым. Адам естиді. Қорықпа.
Мен сені ұстап жатырмын. Қорықпа. Мен сені ұстап жатырмын. Қорықпа. Бірақ сен бәрібір қорқасың. Сен бәрібір осы суға қарап, мен осындаймын, қазір өлем. Вообще осы саған әкең айтып жатса да, сен мүлдем осы сөзді естімейсің. Айқайлайсың, болды, все, қой. Бірақ ақырын осы Құдайдың сөзі келе береді. Қорықпа. Сонда осы арқылы сен бір қадам жасайсың. Ақырын тағы да оның сөзіне сенім, тағы да шешім қабылдайсың. Тағы да осын жасайсың. Сонда осы процесс. Сен оған сенім арта бересің. Осылай сенім пайда болады. Амин. Біз оқимыз. Әрдайым еміз мадақталсын. Керемет сөз. Әрдайым еміз мадақталсын. Мына уже процессті ойлағанда адам уже Құдайға сеніп жатыр. Ол мадақтап жатыр. Өйткені оның өмірінде көптеген оқиғалар болды. Осы арқылы ол Құдайды мадақтап жатыр. Құтқарушы Құдайымыз даңқталсын. Жүгімізді көтеріп жүр. Ол күн сайын. Құдайдың өзі бізді аман сақтайтын. Біртінде бір қадамнан. Сонда сен босансый осылай Құдайға сүйене бастайсың. Амин. Балалардың болашағы. Қазір осы бағалар өсіп жатыр. Бір жерде соғыс болып жатыр. Әртүрлі хабарлар келіп жатыр. Қасыңда осы көп уайыммен адамдар жүріп жатыр. Олардың уайымнан бола сенің қазір уайымдай бастайсың. Сонда осы Құдайдың сөзін естіп, Құдайдың сөзіне сүйенсе, сонда сен жүрегіне әрине тыныштық келеді. Әрине сен Құдайға сенің артып, Құдайға сүйеніп, өмірде бақытты өмір сүретін боласың. Амин. Екінші сабақ. Так. Құдайдың сөзін өмірімізге біз қолдануымыз қажет. Сонда біз бүгін оқып жатырмыз, Құдайдың сөзін оқып жатырмыз. Біз жиі осылай Құдайдың сөзін оқып жаттаймыз да. Бірақ біз осы сөзді жай қалдырмай өмірімізге қолдануымыз қажет. Осында жазылды, ол құтқарушы. Сонда біздің жағдайымыз келгенде біз кімге жүгіреміз? Кімнен шешуді талап етеміз? Өмірімізде осы күннен күнге әртүрлі жағдайлар, мәселеден мәселе, осылай келе беретін жағдайлар. Сонда осы өмір сүргенде біз адам болған соң біз үйрендік осы жағдайларды шешуге. Бірақ енді сен Құдайдың сөзін естідің, Құдайға сенім арттың. Сонда осы сенің Құдайға сүйенетін және сенім артатын процесс ол өсу керек. Ол міндетті түрде өсу керек. Сонда білесіз ба, ойда бар, Құдай құдіретті. Құдайға барлығы да мүмкін. Ол керемет. Ол бүкіл адамзатты жаратты. Ол бүкіл жер мен аспанды жаратты. Білеміз, барлығымыз білеміз. Бірақ осы шынымен оның құдіреті біздің өмірімізге келу қажет. Біз шынымен біздің осы жағдайымызда демалып, осылай Құдайға сүйеніп өмір сүруіміз қажет. Мен осылай уағыздаймын енді бүгін. Амин. Осындай жағдай қалай ойлайсыз?
қазір Құдайдың сөзін естіп жатырмыз. Сонда сенім арту ол бізді өмірімізге қолдануға итереді Құдайдың сөзін. Міндетті түрде өмірімізге. Сонда жағдай келеді. Біз бұрыннан осылай үйрендік өзіміз осы жағдайды шешуге. Бірақ та біз енді Құдайдың жолын таңдауымыз керек. Құдайдың сөзін таңдауымыз керек. Осында прям тоқтап, Құдайдың сөзін өмірімізге қолдану керек. Әрине біз оқыдық, әрине біз ойландық. Сонда енді осы сөзді тыңдап, қолдануымыз қажет. Өміріміздің тәжірибесі осы сөзді айтқанда, өмірімде қолдандым деген сөз. Қолдандым. Бір рет емес, екі рет емес. Мен қолданып жатырмын, және мынау шынымен ең дұрыс. Сонда мен тек осы Құдайдың сөзімен жүрем. Тек Ариэль сатып алам. Болды. Мен түсіндім. Құдайдың жолы ең дұрыс. Қалай сіз түсінесіз? Қолданғанда ғана. Қолдану қажет. Біздің қазір осы мәселеміз, біз Құдайдың сөзін жақсы білеміз. Бірақ осы қадамда әлсізбіз. Кітапта жазылған Жақыптың 1 тарауында 25 аятта қолданғандар бақытты. Біз оны өмірімізге қолдану керекпіз. Жырлардың 1 жыр, 2, 3 аят. Қайта-қайта ол жаратқан тәліміне қуанады. Күні-түні сол туралы ойланады. Ол су жағасында ағашқа ұқсайды. Сол мерзімінде жемісін береді. Осы жемісін береді. Оның өмірінде жеміс пайда болады деген сөз. Өйткені ол қазір осы сөзді өмірге қолданып жатыр. Ол табысқа жетеді деген сөз бар. Өйткені ол осы Құдайдың сөзін өміріне қолданып жатыр. Аминь. Сонда мен қазір үйретем. Осы қазір біз үйренуіміз қажет. Осы еврейлерге жазылған хат 13 тарау 5 аят. Осында Құдайдың уәдесі. Мен ешқашан тастап та кетпеймін, жалғыз да қалдырмаймын. Құдайдың уәдесі тұр. Біз осыны оқыдық. Мен сені ешқашан тастап та кетпеймін, жалғыз да қалдырмаймын. Жақсы сөз ғой. Аминь. Осы Құдайдың уәдесі. Сонда осы арқылы мен білдім. Құдай ол сенімді. Құдай ол тұрақты. Құдай ол уәде бере алады. Ол уәде берген себебі, өйткені ол орындай алады. Сонда ол айтып жатыр. Мен сені тастап кетпеймін. Қаншама бізді тастап кетті. Қаншама бізді алдады. Қаншама осылай сатып кетті. Мен сені қалдырмаймын. Қанша рет біз жалғыз қалдық. Мен сені жалғыз қалдырмаймын. Мен сенімен біргемін. Әрдайым, әрқашан. Сонда біз Құдай туралы енді мұны біліп жатырмыз. Ол осындай, ол мені тастамайды, ол мені қалдырмайды. Жақсы. Енді осы сөзді өмірімізге қолдануымыз керек. Сонда, әрине, мен осы сөзді тыңдаймын. Мен біріншіден тыңдадым. Мен сені тастамаймын, және сені қалдырмаймын. Мен сені тастамаймын, және қалдырмаймын. Мен сені тастамаймын, және қалдырмаймын. Бірақ та осы сөзді тыңдадық, енді өмірімізге қолдану қажет. Аминь. Сонда қазір сіздің өміріңіздің жағдайына осы сөзді кіргізіңіз. Қалай кіргізесіз?
Мен сені тастамаймын және қалдырмаймын. Қалай сіз соны қолданасыз? Ойланыңыз қазір. Қазір осы бағаларға қарап уайым келеді. Қазір осы теледидарды қарап соғыс болып жатыр. Қазір не болады? Жүрегіңізде қорқыныштар бар. Әлі де сіз осы Құдайға сеніп, түнде шам өшірмейсіз. Өйткені қорқасыз. Осы жай мен қазір мысалдап айтып жатырмын. Осы жағдайға Құдайдың уәдесін кіргізіңіз. Мен сені тастамаймын және қалдырмаймын. Мен сені тастамаймын және қалдырмаймын. Сонда қазір не істеуіміз керек? Біз уайымдамауымыз керек. Уайымдамай, соған салынбай, қазір жағдай солай, бірақ Құдай менімен бірге. Құдай менімен бірге. Және нормально уайым болса, тағы да Құдайдың сөзін қайталап, жағдайды шешуге барасыз. Сіздің қазір осы қадамдарыңыз ол көрсетеді. Сіз сенім артып жатсыз ба, немесе қазір осы уайымның астында жай үйде жатып ауырып қалдыңыз. Мен сені тастамаймын және қалдырмаймын. Баға көтерілді, пенсия көтерілмеді. Не істейсіз? Мынау осындай, әлі де осылай бола береді. Неге мынау баға көтеріліп жатыр? Бізге қалай пенсия қашан? И осылай. Біз осылай қазір өмір сүріп жатырмыз. Әлем осылай өмір сүріп жатыр. Бірақ та, солай болса да Құдаймен өтем. Солай болса да қиналмаймын. Солай болса да мен елшілікке барамын. Солай болса да адамдарға әсер етемін. Солай болса да балаларымды дұрыс көтеремін. Құдайдың қолында барлығы. Ол мені тастамайды, ол мені қалдырмайды. Амин. Менің Құдайым мені тастамайды, мені қалдырмайды. Біз мұны осы Құдайдың уәдесін алдық та өмірімізге қолдануға тырысуымыз қажет. Мынау жай бір аутотренинг емес. Жоқ, осы Құдайдың уәдесі. Сонда сен осы Құдайдың уәдесін өміріңізге қолдануыңыз қажет. Қолданғанда сіз шынымен ол Құдай өз уәдесіне берік деген тағы да сенімге келесіз, тағы да оған қаттырақ сүйенесіз. Амин. Осы Құдайдың сөзі біздің қазір істеп жатқан істерімізге кіру керек. Біз Құдайдың сөзін білеміз. Ол айтады, Құдайдың сөзі айтады, кешір. Қорықпа. Мен әрдайым сенімен біргемін. Мен сенің мінәжатыңа әрқашан жауап беремін. Бірақ біз байқағанда әлі де уайымдап жатырмыз, әлі де қорқамыз, әлі де кешірмей жүрміз. Құдайдың уәдесіне сен, Құдайдың уәдесін өміріне қолдан. Бар және кешір. Бар және уайымдамай, осы түнде шамыңды өшір. И прям жат, дірілдеп. Бірақ Құдайдың сөзімен, Құдайға мінәжат етіп, Құдайға сенім артып, сонда сен Құдайдың уәделерін өміріңде көресің. Амин. Көптеген адамдар әлі де шылым осылай темекі тартады. Көптеген әлі де боғауыз сөз айтып жатыр. Осы Құдайдың сөзі айтады, шындықты қабылдасаң, өміріңізде қолдансаң, сен бақытты боласың. Біздің қазір проблема осы Құдайдың сөзін өмірімізге қолданбаймыз. Білеміз,
жақсы білетініміз. Бірақ осы Құдайдың сөзі біздің қазір қадамдарымызға айналу керек. Сіз кешігіп жатсыз жұмысқа. Прям қазір осы ерте шықтыңыз, бірақ автобус сынып қалды. Осында көтеріліп жатыр. Ашу көтеріліп жатыр. Қазір не болады? Осылай прям, немесе қазір осы пробка. Сонда сезімдер прям көтеріліп жатыр. Мүмкін мен жұмысқа деп айттым, бірақ мүмкін сіз емтиханға қазір барып жатсыз. Прям бітті. Қорқыныш та келеді, уайым да келеді, ашу да келеді, тағы да айқайлайсың, мынаған ашуланасың, қашан осы жөндейді, осылай. Бірақ осы жағдайдың ішінде қорқпа, мен сенімен. Мен сені тастамаймын. Мен сенімен біргемін. Ешқашан сені тастамаймын. Мен әрдайым сенімен біргемін. Сен әрқашан менің қолымдасың. Қорқпа. Осы сөзге сеніп, сенің қазір осы жағдайға көзқарасың ауысу керек. Құдай жарылқашы. Рахмет. Қазір тыныштық болып, біздің осы мемлекетімізде тыныштық, соғыс жоқ. Құдайға шүкір. Осы адамдар басқа көзқараспен Құдайдың батасын беріп, керісінше осы қиналмаңыз, бәрі дұрыс болады. Құдай сізді жарылқасын. Амин. Мен бір рет самолетте отырмын. Сонда прям білесіз ба, мен бір рет осындай өмірімде болды. Осы найзағай прям осы иллюминаторға қарағанда осы қап-қараңғы, осындай найзағай ұрып жатыр, прям осы білесіз ба, самолетте осы құлайды ғой. Осындай кислород барлығы құлады. Балалар жылай бастады. Мен көрдім, осы шынымен самолет осылай қанатпен осылай істеп атқан шын, осы жел деген осылай. И сол кезде мен қарап жатырмын. И вот сол кезде мен осындай ой келді. Болды, өлдім, сен қазір өлесің. Сонда ой келді. Қазір өлсем, Құдайдың алдына барам ғой. Сонда қазір отырдым. Құдай, мүмкін осы соңғы күн қазір. Менің мүмкін сенің алдында әлі ашпаған күнәрім бар болса, келер қазір соны көрсетші. Тағы да соның сенің алдыңа келіп, кешірім сұрайтын болайын. Осылай отырып и ойлана бастадым. Отырып. И және қасымда осындай балалар жүріп жатыр, мен тыныш. И білесіз, осы әрине осы ұшақ қонды. Мен сол ұшақтан шыққанда мен таң қалдым. Менің реакцияма, менің осындай жағдайымда, осылай қорықпай, осылай тыныш отырғанына мен таң қалдым. Әрине мынау Құдайдың құдіреті, әрине мынау Құдай осындай бір ғажабы. Бірақ сол кезде мен вау, Құдаймен жүру керемет. Құдайдың сөзін өмірімізге алып қолдануымыз қажет. Құдайдың сөзін тыңдауымыз қажет. Және әрине қолдануымыз қажет. Амин. Ол менімен бірге. Ол мені ешқашан қалдырмайды. Ол менімен бірге. Ол мені ешқашан қалдырмайды. Амин. Біз үйрендік осы әлемнің жолымен жүруге. Бірақ тоқтаңыз. Сізде қазір таңдау бар. Сіз Құдайдың уәдесін білесіз. Құдайдың уәдесін білсеңіз, Құдайдың уәдесіне сүйенсеңіз, Құдайдың уәдесін өміріңізге қолдансаңыз, сіздің өміріңізге Құдайдың баталары келеді. Сіздің өміріңіз өзгереді. Сіздің өміріңіз Құдайдың ғажаптарына толы болады. Амин. Құдай ол құтқарушы. Оған барлығы да мүмкін. Барлығы оның қолында. Қайта осылай біз Құдайдың сөзін өмірімізге қолдануымыз қажет.
Үшінші сабақ. Қалай осылай Құдайдың уәделерін тағы да тыңдауымыз қажет. Тағы да осылай өмірімізге осы сөзді пайдалануға ойлануымыз қажет. Бірінші естідік, екінші қолдандық, үшінші тағы да естідік, тағы да енді ойланамыз. Қалай мен қазір өмірімде осын қолданам. Және тағы да шешімді қабылдауға. Осындай процесс ары жүру керек. Тағы да. Амин. Заң қайталау кітабы 6-9 аят. Бүгін мен өздеріңе тапсырып отырған осы сөздер жүректеріңнен тұрақты орын алсын. Балаларыңа да бұл сөздерді мұқият үйретіңдер. Оның мағынасы сен жаса және балаңа үйрет деген сөз. Үйде отырған, не жол жүрген, төсекке жатқан, не тұрып жатқан кездеріңде де солар туралы айтатын болыңдар. Бұл сөздер қолдарына байланған белгі, көз алдарындағы ескертпе жазба іспетті болсын. Оларды үйлерінің есік жақтауларына, әрі қақпаларына да жазып қойыңдар. Амин. Көзіңіздің алдында тағы да оқуға, тағы да ойлануға, тағы да осындай жағдай өзіңізге жасаңыз. Осы процесс. Ал біз осы Құдайдың сөзін оқыдық қазір. Қорықпа, мен сені қалдырмаймын. 1 секунд өтті. Біз оқыдық, 1 секунд. Біздің қазір күнімізде 24 сағат. Әрине, осы ұйықтайтын да кезі бар. Айтайық, 16 сағат. Сен 1 секунд Құдайдың сөзін естідің. Қорықпа, мен сені тастамаймын, мен сені қалдырмаймын. Сонда басқа уақытта не естіп атсың? Оқу, айту, ойлану, жүрегіне қабылдау, қолдану. Сонда ол менің ойымда, менің жүрегімде және менің сезімімде Құдайдың сөзі болса, сонда мен міндетті түрде соны жасайтын боламын. Менің өмірімде осы Құдайдың сөзі болады. Осындай қиындықтар келеді, мәселелер келеді. Әрине, осы әлемде өмір сүргендіктен ауыртпалық, осындай жақын адамдар да қайтатын уақыты болады. Сол жағдайдан мен қалай өтемін? Құдайдың сөзімен мен өтетін боламын. Неге? Өйткені мен осы Құдайдың сөзін ойлап, тағы да шешім қабылдап, тағы да өмірімге қолданып, осындай процесте мен жүрмін. Әрдайым еміз мадақталсын, құтқарушы Құдайымыз даңқталсын, жүгімізді көтеріп жүр ол күн сайын. Құдайдың өзі бізді аман сақтайтын. Мен қазір ойлап жатырмын. Қазір осы жағдайда Құдай мені сақтайды, Құдай мені жүргізеді. Мен үйрендім осы әлемде жүргенде сезімге, жағдайға, адамға сүйенуге. Бірақ енді мен үйреніп жатырмын Құдайдың сөзімен жүруге. Сондықтан тағы да Құдайдың сөзін ойлануға, тағы да. Осындай жағдай келгенде, осы жағдай сөйлейді, адамдар сөйлейді, менің сезімдерім сөйлейді. Сен ешкімге керек емесің, сен өлесің, осы Құдай саған жауап бермейді. Осы сен қазір жауап жоқ болғандықтан, осы барлық өтірік, ол сені ұстап атқан жоқ. Осы әлем әрқашан біздің тыныштығымызды, біздің осы Құдайдың жолымен жүрімізді ол алғысы келеді. Ал менің жаным тек Құдайда тыныштық табады. Тек Құдайда ғана. Осы Құдайдың сөзі. Менің жаным
Құдайда ғана жай табады. Тағы да. Қазір осы жағдайға қарағанда тыныштық көрінбейді, қуаныш көрінбейді. Сонда сол кезде қорқыныш та келеді. Сол тағы да осындай уайым келеді. Біреулер прям жүгіріп жатыр. Қазір ашаршылық болайын деп жатыр. Қазір магазинде мұның осы бәрі бір қалай тағы да осындай сұмдық жағдайларды естіп жатырсың. Сонда адамдар болса, олар күнәдан күнәға, одан да сұмдық жағдайға секіретін болады. Сол кезде сен не істейсің? Бұрын бізге осылай қалай мұғалім әрқашан айтатын, сен неге үй тапсырманы орындамадың? Бірақ анау да орындамады ғой, біз айтамыз, иә? Ол қазір туалетке секірсе, сен де секіресің ба? Мұғалімдер әрқашан айтатын, иә? Сонда мен Құдаймен біргемін. Мен басқа адамдардың осындай жолмен жүрсе де, олар күнәмен жүрсе, мен болсам, мен Құдаймен біргемін. Ал мен Құдайға қызмет етемін. Сонда ол маған айтқан сөзіне мен тағы да ойланып, тағы да өміріме қолданатын боламын. Осы білесіз ба, біз кітапта былай жазылған, осы Құдайдың сөзін тамақ ретінде жеу керек. Сонда осы біздің рухымыз тояды. Тағы да ойланып, тағы да мен осылай осы сөзді қолданып. Осы жағдайда мен осы Құдайдың сөзімен жүретін боламын. Осы жағдайда сонда мен сезем, менің сезімім енді жай осылай кетіп атқан жоқ. Менің сезімім дұрысталып жатыр. Осындай жағдай келгенде мен сезімге осылай сүйінбеймін. Менің сезімімде Құдайдың сөзі тұр. Нақты. Мен сенімен бірге. Сонда қай жағдай болмасын, мен Құдайға сүйенем. Қай жағдай болмасын, мен Құдайға қуанам. Қай жағдай болмасын, мен тағы да Құдайдың сөзін ойланам. Ишая жазған кітабы 46 тарау 4 аят. Сендер қартайған шақта да мен өзгермеймін. Шаштарың ағарған кезде де қолдай беремін. Сендерді жаратқан едім, бұдан былай да көтеріп жүремін. Мен ауыртпалықтарыңа төзіп, құтқарып, қорғай беремін. Амин. Мүмкін біреулерің осы сөзді біріншіден оқып атқан боларсыз. Бірақ осы сөз енді біздің өмірімізге кіру керек, біздің жүрегімізге кіру керек, біздің сезімге кіру керек, ой санамызға кіру керек. Сонда қайта Құдайдың сөзін қайта ойлануға, қайта естуге, қайта қолдануға. Сонда осы сөзді тағы да естуге. Сендер қартайған шақта да мен өзгермеймін. Шаштарың ағарған кезде де қолдай беремін. Сендерді жаратқан едім, бұдан былай да көтеріп жүремін. Мен ауыртпалықтарына төзіп, құтқарып, қорғай беремін. Сіздің өз жағдайыңыз бар. Сол жағдайға осы сөзді кіргізіңіз. Болашағыңызға уайым бар ма? Сол жағдайға осы сөзді кіргізіңіз. Мүмкін қасыңыздағы адамдар қорқып осылай жүрсе, сіз соған қарамай, сіздің қазір жүріс-тұрысыңыз осы сөзге толы болсын. Қайта есту керек. Қайта жай ғана әрине есту ғана емес, осын түсініп, осы сөзге сеніп, тағы да осы шынымен қазір осы сөзге отырыңыз. Прям нормально отырыңыз. Осылай отырғанда мынау сенім арту деген сөз. Осы қандай жағдай болмасын, ал сіз осы сөзде
отырып и тағы да даже ұйықтауға бар мүмкіндік. Құдайдың сөзіне сүйеніңіз. Сонда тағы біз не істейміз? Осылай болу үшін. Тағы да Құдайдың сөзін естейміз. Сендер қартайған шақта да мен өзгермеймін. Шаштарының ағырған кезде де қолдай беремін. Сендерді жаратқан едім, бұдан былай да көтеріп жүремін. Мен ауыртпаларына төзіп, құтқарып, қорғай беремін. Қайта, 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 қайта. Осы ой санамыздан жүрекке дейін осы сөз жету үшін тағы да қайта оқимыз, тағы да айта береміз, тағы да осы сөзді жаттай ойланатын боламыз. Сендер қартайған шақта да мен өзгермеймін. Шаштарың ағарған кезде де қолдай беремін. Сендерді жаратқан едім, бұдан былай да көтеріп жүремін. Мен ауыртпаларына төзіп, құтқарып, қорғай беремін. Ойланамыз. Мен қартаям. Ол әрине солай болады. Сонда Құдай менімен бірге, жағдай өзгереді. Құдай менімен бірге. Сонда мені Құдай жаратты. Құдаймен боламын. Құдай өзі мені жүргізеді, қалдырмайды. Қайта ойланып, осы сөзге уайымдарымды, қорқыныштарымды, ойларымды, жоспарларымды, барлығын осы сөзге қалай кіреді? Мен тағы да осы сөзді қайталағанда, сендер қартайған шақта да мен өзгермеймін. Шаштарының ағарған кезде де қолдай беремін. Сендерді жаратқан едім, бұдан былай да көтеріп жүремін. Мен ауыртпалықтарына төзіп, құтқарып, қорғай беремін. Қайта. Сонда мен осы шынымен осы отырам столға. Отырам. Оның мейіріміне отырам. Ол нұр, ол сүйіспеншілік. Осы сөзге мен отырамын. Ол менімен біргемін. Мен осы сөзге сүйеніп отырамын. Менің жарығым Құдай. Осы сөзге отырамын. Ол ешқашан мені қалдырмайды. Осы сөзге отырамын. Мен ешқашан жалғыз қалмаймын. Құдайдың сөзіне жалғасып отыратын боламын. Тағы да Құдайдың сөзін тыңдап, тағы да соған сүйеніп, тағы да. Сен ешқашан мені қалдырмайсың. Рахмет. Сен ешқашан мені қалдырмайсың. Рахмет. Сен әрқашан мені ұстайсың. Рахмет. Сонда өмірімізде енді басқа тәжірибе пайда болады. Құдаймен бірге жүру. Сонда осы тәжірибе болғанда сіз нақты қандай жағдай болмасын, сразу сол кезде Құдайдың сөзіне сай сіз қадам бастайсыз. Сонда сіздің өміріңізге Құдайдың баталары, сіздің өміріңізден шынымен Құдайдың баталары көрініп тұратын болады. Өйткені сіз қорықпайсыз. Өйткені сіз уайымдамайсыз. Өйткені сіз нақты көрінеді. Сіздің мақсатыңыз бар. Сіз жай күшті жұмсамайсыз. Сіздің ақшаңыз ол нақты, жақсы. Сізде қолданып атсыз, дұрыс. Өміріңізге осы бата келетін нақты көрініп атыр. Осылай Құдайдың сөзін біз естейміз. Және өмірімізге сол қолданамыз. Қымбатты қауым, осы кішкентай кезімде осы болған нәрсе. Қазір мен өте жақсы жүзім, осылай малтаймын. Бірақ мен бірінші қадам әлі де осы есте сақтап жүрмін. Осыдан басталды. Бірақ қазір мен осы суға барғанда мен қуанам. 1 километр мәселе емес. Неге? Өйткені осындай сен
қалай істей бересің. Жаттығу ретінде сияқты. Ақырын, мүмкін 10 метр, содан кейін 20 метр. Ақырын осылай. Сенің осы етің прям күшейеді. Рухани да бірдей. Сен осы Құдайдың сөзін қолданасың, жасайсың, тағы да жасайсың. Қарасаң, сен уже екі аяқпен осы сөзде тұрып, жалғасып, нормально, тыныштықпен, қорқыныш жоқ, қуаныш жайдан жай кетпейді. Сенің жүрегіңде, сендер қартайған шақта да мен өзгермеймін. Шаштарың ағарған кезде де қолдай беремін. Сендерді жаратқан едім, бұдан былайда көтеріп жүремін. Мен ауыртпалықтарына төзіп, құтқарып, қорғай беремін. Сонда мен әрқашан сенімен біргемін. Құдай барлықтарымызды жарылқасын. Бүгін осы айтылған сөзге біз шынымен бүкіл назарымызды қалай осы процесс жүреді. Қалай біз сенім Құдайға артып өмір сүре аламыз. Осыған назарыңызды жіберіңіз. Процесс ол Құдайдың сөзін естумен келеді. Тағы да. Құдайдың сөзін естіп, Құдайдың сөзіне түгел жалғасып, өміріңізді прям қойып, Құдаймен бірге өмір сүріңіз. Осы соңғы біз бір үзіндіні оқып, дұға ететін боламыз. Иеремияның жоқтау кітабы, 3-ші тарау, 22-ден 26-ға дейін. Түгілдей құрып кетпегеніміз біздің берік рахымынан жаратқан енің өйткені рахымы, оның сарқылмас деймін. Жаңара береді ол таң атқан сайын. Уай ем, сондай зор сенің адалдығың. Өзіме жаратқан үлесім менің, сондықтан үмітімді артам оған деймін. Еміз ізгі өзіне үміт артқанға, шындап оған бет бұрып сиынатын жанға. Жаратқаның оны құтқарып, азап етуін сабыр сақтап кеткені игі адам үшін. Амин. Дұға етейік. Құдайға қазір келейік. Жағдайыңызды Құдайға келіңіз. Қазір білген осы бір Құдайдың аяты болса, Құдайдың сөзіне бір аяты болса, осы аятты, осы қазір жағдайыңызға кіргізіңіз. Осы Құдайдың уәдесін кіргізіңіз. Қазір осы бір сөйлем осы жүрегіңізде бар болса, осы сөйлемді өзінің жағдайыңызға кіргізіңіз. Қазір осы жағдайыңызды шешуге тырысқанда, осы қазір сіз білген Құдайдың сөзін сол жерге кіргізіңіз. Құдаймен бірге жүруді ойланып, шешім қабылдаңыз. Осы Құдайдың сөзін өміріңізге қолдануға шешім қабылдаңыз. Және содан кейін осы сөзге сай, осы сөзді қолданыңыз. Дұға етейік.